Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үлпілтек, нәзік, өте жұмсақ кекс дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін бір жұмыртқа қажет. Яғни жұмыртқаның бір танасын ыдысымызға салып, араластырып, үстіне қант салып, массаны жақсылап араластырамыз. Осы массаның үстіне бөлме температурасындағы бір кесе сүтімізді құямыз. Осы массаның үстіне сұйық майымызды құйып, араластырып, және де 2 кесе ұнымызды екіштен өткізіп, үстіне разрыхлитель қосып, араластырамыз. Бұл кексті дайындауға миксердің болуы міндетті емес. Осы венчикпен де жақсылап араластырып, осындай қоймалжың массаға айналдырамыз. Бұл массамызды дайындап қойған формаларымызға 1-1,5 ас қасықпен салып шығатын боламыз. Және салынған массаның үстіне мен буренка сгущенкасын қолдандым. Яғни салмасы осындай шоколадты болғанын қаладым. Бұның үстіне кейбір кекс формаларының ішіне 1-2 изюмді қосып шықтым. Осы массаның үстіне біз 1 қасық салмамызды салатын боламыз. Осылайша барлық формамызға 1 ас қасықпен қалған массамызды құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 20 минутқа пісіретін боламыз. Міне достар, өте жұмсақ, нәзік біздің кексіміз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге Айжан.